Сәлем достар, бүгін сіздермен шексіз білім арнасы тест кешенді магистратураға арналған математикалық оқыту әдістемесінің бірінші бөлігін талдаймыз. Бірінші сұрақ: оқушыларды дамыту оқыту әдістері. Жауабы: А және F. Жалпылау, нақтылау әдістері және проблемалық. Екінші сұрақ: үшбұрыш төбелері А1-2, В1-4, С3-2 нүктелерінде жатады. Осы үшбұрыштың ең үлкен бұрышын табыңыз. Жауабы: А жауабы: үлкен бұрыш 90. Үшінші сұрақ: математиканы оқытудың негізгі мақсаттары. Жауабы: А. Жалпы білім беру мақсаттары. Төртінші сұрақ: математиканы оқытудың жалпы әдістемесіне келесі сұрақтар қарастырылады. Жауабы: А. Математиканы оқыту әдістерін зерттеу. Бесінші сұрақ: төменде сабақты дайындаудың кезеңі айтылған. Егер оны орындау сабақта болатындары толық елестетуді анықтау талап етілсе. Жауабы: А. Сабақ барысы. Алтыншы сұрақ: математика сабағына дайындалу үшін мұғалім анықтауы керек. Жауабы: А, Е, Ф. Сабақтың мақсатын, сабақ құрылымын, мазмұнын, көлемін және сабақ жоспарын. Жетінші сұрақ: туынды ұғымдар. Жауабы: А, С. Доға, шар. Сегізінші сұрақ: параллелограмм анықтамасында жіберілген қателер болса көрсетіңіз. Қарама-қарсы қабырғалары параллель және өзара тең төртбұрыш параллелограмм болады. Жауабы: А. Өзара тең сөзі қажет емес. Тоғызыншы сұрақ: ұғым. Жауабы: А. Адамзат іс-әрекетінің ерекшелігі. 10-шы сұрақ: Пойа есеп шығарудың төмендегідей схемасын береді. Жауабы: А. Есеп берілуін түсіну. 11-ші сұрақ: математиканы оқытудың жаңарту бағыты ұсынылды. Жауабы: А. Математиктердің 4-ші халықаралық конгресінде. 12-ші сұрақ: оқыту әдісін таңдауда критерийлердің сәйкессіздігі. Жауабы: А. Оқушылардың іскерлігін бағалауды қабылдаған талаптарға сәйкес. 13-ші сұрақ: шамалар. Жауабы: А. Уақыт. 14-ші сұрақ: сабақты дайындаудың кезеңі туралы айтылып болса, онда оны орындау тақырыптық жоспармен дәлелдеуді, бағдарлама және нақты сыныпқа оқу үрдісімен келісуді талап етуі. Жауабы: А. Сабақ тақырыбы.
Және бізде 15-ші сұрақ. X игілік 0-ден 0 үлкен X игіліктен шартын қанағаттандыратын координаттық жазықтықтың барлық нүктелерін көрсетіңіз. Жауабы А. Екінші және төртінші координаттық бұрыштардың координаттық осьтерсіз бірігуі. Достар, бүгін біз 15 сұрақты талқыладық. Сонымен қатар шексіз білім арнасы ғылыми жұмыстар осындай ғылыми жұмыстарда жасайды. Осы жерден жасататын және тапсырыс беретін, жұмыста қиналып жүрген тапсырмаларыңыз бар болса, осында WhatsApp желісіне өтсеңіз болады. Бүгінгі 15 сұрақтың жалғасын талқылау үшін ұнаса лайк басыңыз және жалғасын салуымды қаласаңыз комментарий бөліміне міндетті түрде жазып, подписать бөлімін басып өтіңіз. Сау болыңыздар. Сіздерге тестке сәттілік тілеймін.